Бір отбасының түбіне жеткен ащы су. Бұл оқиға кеңес үкіметі кезінде орын алған педофилия құрбаны болған 11 жасар қыздың тағдыры жайлы. Ағасындай жанашыр болған адамның естелігі. Мұңлықтың оқиғасы. Мен Алматы облысында шағын ауылда дүниеге келдім. Ата-анам мен бауырларыма еркелеп өстім. Үйдің ең кенжесі болатынмын. Балалық шағым бейқам бақытты өтті. Осы шағымдағы маскүнем көршілеріміздің қызы менен біршама жасы кіші Мұңлықтың тағдыры әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Мұңлық есіме түсіп, еріксіз көзіме жас алып, ұзақ жылап ойланып отырдым. Сол оқиғадан кейін жарты ғасыр уақыт өтті. Осынша уақыт өтсе де, сол маскүнемдер отбасында қор болған Мұңлықтың таза да пәк бейнесі көз алдымнан кетпейді. Ол кеңес үкіметінің дәуірі жүріп тұрған кез болатын. Ауылда аралас ұлттар тұратынбыз. Сол кездері ауылда той, жиындар ащы сусыз өтпейтін. Қазақтар ішуді үйренгенімен, оны мөлшерімен ішуді үйренбеді. Осындай ішкілікке үйір болған отбасының бірі Мұңлықтың отбасы еді. Үйінде әке, шешесі және сал ауруына шалдыққан әжесі бартын. Мұңлықтың әкесі арзанқол жалдамалы жұмысшы болып, ауылда біреуге дәретхана қазып беріп, біреудің пешін тазалап, майда-шүйде жұмыстар жасап, шәй пұлын тауып, бөтелке жинап жүретін ішкілікке құмар адам еді. Ішіп алып жүріп, жұмыс істеп жүре беретін. Ал анасы ақыл, есі кемдеу әкесімен қосылып, күнде шетінеді. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығатын. Өте боқауызды адам болатын. Әкесі күнде таңертең үйінен шығып кетеді. Содан арағын құшақтап кешке бір-ақ келетін. Сөйтіп әйелі екеуі және сондай өздері секілді бөтелкелес достарымен қосылып, кешкісін ауласында ішіп алып әндетіп отыратын. Кейде көңілді кештерінің соңы ұрыс-керіс, айқай-шу, төбелеспен аяқталатын. Мұңлықтың әкесі шешесін қатты ұратын. Оны ауылдағылар маскүнем қарақатын дейтін. Сол қарақатын күнде байынан таяқ жеп жүреді. Сонда да айылын жемай, боқауыз сөздерін оқшап орататын. Қара қатыннан көшедегі балалардың барлығы қорқады. Өйткені мас болып көшеде көрінгенді боқтап, сыбап, өз алдына айғайлап жүре беретінді. Біз оны көре қалсақ, құдды ертегідегі мыстанды көргенде жан жаққа тырқырай қашатынбыз. Ал әжесі үлкендердің айтуынша, кезінде сол өлкеге танымал емші болған деседі. Құран аяттарымен ем жасап, дем салып, бала үшкіріп, адам емдеген екен. Кейін қартайған шағында бел омыртқасынан жүре алмай жатып қалған көрінеді. Мен ес білгелі емші әже төсекке танылып жататын. Әлгі қарақатын әжеге мүлде қарамайды. Әже байғұс жаздың күні шыжыған ыстықта далада жататын. Қара қатын күйеуі кете салысымен әжейді сыртқа шығарып тастайды. Содан әжей күні бойы баласы келгенше далада жатады. Айғайлап сүрелер оқитын. Әжейдің туыс бауырларынан ешкімі жоқ еді. Отбасында жалғыз қыз болған екен. Ата-анасы марқұм болып кеткен. Шалы да ертерек көз жұмған. Қолында жалғыз осы ұлы ғана еді. Ол да болса ішкіш. Алайда ішкіш болса да анасын жақсы көретіні соншалық, әйелін анама дұрыстап қара деп сол үшін ұратын еді. Әжейді білетін ауылдағылар жанашыр жандар. Емнің шипасын көрген адамдар арасында келіп, азын-аулақ азық-түлік тастап кететін еді. Қара қатын мұндайда жанашыр жандар келгенде тістері ақсайып ыржыңдап күліп қарсы алатын. Әкелген заттарын алып қалып, әжейге әйтеуір тамақ берген сейтін. Әжей кейде аш, кейде тоқ, сол далада
бұтына жіберіп қойып жата беретін. Мен күнде осы әжеге үйден сүт, айран, нан, тағы да басқа тіске басар тамақ таситынмын. Аулада ешкім жоқ кезде ақырын барып әжеге тамақ беретінмін. Сонда әже: айналайын, бақытты бол, ауырма, қант, кәмпит жеме, тісің ауырады дейтін. Мен: әже, біз тәтті жемейміз. Анам қант пен кәмпитті қонақтарға деп сандыққа тығып қояды. Мен тек құрт жеймін дейтінмін. Иә, құрт же, бойың өседі. Тісің ауырса маған кел, мен емшімін ғой. Уф-суф деп тісімді емдеп беремін дейтін. Мені көрсе жас балаша қуанып кететін. Алыстан айналайын деп қуана дауыстайтын. Сонда мен әженің дауыстағанынан үйдегілер болмаса қара қатын көріп қалады ма деп: әже, дауыстамаңыз, мені көріп қалса, мен сізге тамақ әкеле алмай қаламын дейтінмін. Содан әже ақырын сыбырлап: иә, ана ауру қатын жаман. Ол мені адам құрлы көрмейді. Далаға лақтырып тастады. Міне, көрмейсің бе? Мені тек кішкентай қызым ғана жақсы көреді. Сол маған шешесінен тығылып, сен секілді тамақ береді, маған қарайды деп мұңлықта айтатын. Бұл үйдегі ең пәк періште мұңлық болатын. Отбасы осындай болса да, өзі кішкентай күннен өте ақылды, пайымды, сүйкімді қыз еді. Оны көрші-қолаң барлығы әйбат көретін. Мұңлыққа мектепке барғанда өз балаларының киім-кешегін, сөмке, қалам дәптерін алып беріп көмектесіп тұратын. Мұңлық бала күннен көршілердің балаларының киім-кешегін киіп өсті. Мұңлық бастауышта оқып жүргенде әжей қайтыс болды. Түске таман көршінің балаларымен сабақтан қайтып келе жатсақ, көше жақта машина қаптап кетіпті. Полиция бар екен. Жедел жәрдем көлігі тұр. Не боп қалды екен деп барсақ, байғұс әжей далада жатып бақилық болыпты. Қара қатын мұңлықты көріп: сенің жақсы көретін әжең өлді, қақпастан құтылдық деп айғайлап жатыр. Содан көршілердің көмегімен әжейді жерледі. Әжей кеткен соң ұлы мүлде үшіп кетті. Шешеме қарамадым деп күнде әр жерде бір жататын. Осылай уақыт зулап өтіп жатты. Мен жоғарғы сыныпта оқып жүргенде бір күні мұңлықтың әкесі бет-аузы ісіп кеткен, алайда ішпеген сау екен, маған келіп: Сако, не ғой, мұңлықты көрмедің бе дейді. Мен: кеше көргенмін, бүгін сабаққа бармады-ау деймін, көрген жоқпын дедім. Шешесі қарамаған ғой қызға, өлік секілді ұйықтап жатыр. Ал мұңлығы еш жерде көрінбейді, таңертеңнен бері іздеп жүрмін. Сен мектеп жаққа барып қарап келші, мүмкін сабаққа барған шығар, деген соң мен жарайды деп мектеп жаққа қарай кеттім. Бірақ бүгін мұңлық таңертең мектепке шықпаған еді. Кешігіп барды дейін десем, оны мүлде көрмедім. Қайтарда да байқамадым. Сонда да апайынан бір ауыз сұрайыншы деп, Халима апайды іздеп сұрап едім, бүгін сабаққа келмегенін айтты. Маңдайымнан суық тер шығып, іштей бір түрлі қобалжи бастадым. Осыдан біраз бұрын мұңлықты түн уақытында есік алдында еңкілдеп жылап отырғанын көрген болатынмын. Әке-шешесі удай мас болып ұйықтап жатқан. Сол кезде жанына барып неге жылап отырғанын сұрамақ болғанымда, түрінің бозарып, көздері ісіп, шашы қобырап отырғанын байқап, анасы ұрды екен деп ойладым. Соған жылап отырған болар деп сұрамап едім. Анам емес деді де, еңкілдеп жылап жүгіре басып үйіне кіріп кеткен болатын. Одан кейін ертесінде томаға тұйықталып менімен мүлде сөйлеспей кетті. Өзімен өзі жалғыз жүретін. Мұның мұнысын әжесін сағынып жүрген болар деп аса мән бермеген болатынмын. Мұңлықты қарымдасындай көріп, оған қатты жаным ашитын. Оны мектепте біреу ренжітсе қорғаштап, қамқор болып жүретінмін. Осы жолы жоғалып кетті дегенде іштей қатты уайымдадым. Сөйтіп жаныма мектеп алаңында доп теуіп жүрген достарымды ертіп алып,
Мектептің барлық класстарын бұрыш-бұрышын қарап шықтық. Сөйтіп үй жаққа келсек, есік алдында әкесі отыр екен. Мені көре салып, орнынан тұрып маған қарай жүрді. Мен мұңлық табылды ма деп сұрап едім, ол басын шайқап, сен таппадың ба? Мектеп жақта жоқ па екен? Деп менен сұрайды. Мен ол жақта жоқ екенін айтып, оның қанша уақыттан бері жоқ екенін сұрап едім, әкесі басын ұстап отыра кетті. Сөйтті де қанша уақыттан бері жоқ екенін өзі білмейтінін айтты. Кешеден бері ішіп, күн-түнді шатастырып, уақытты да білмейді. Тұрған соң су сұрап, мұңлықты шақырса келмепті. Мектепте болар деп түске дейін күткен. Содан келмеген соң маған келген екен. Сол күні кешке дейін көше-көшені, ауыл ішін аралап іздеп шықтық. Алайда мұңлық үштік үйлі жоғалып кетті. Мұңлықтың жоғалып кеткенінен бүкіл ауыл хабардар болды. Тек ертесінде таң ата ауыл шетінде тұратын Қыдырбай ата қойларын канал жанына жайып шыққанда сол маңдағы совхоздың ескі гараждан иті тауып алып үріп қоймаған соң, ішіне кіріп қараса, қыз баланың өлі денесі жатыр екен. Атай бастапқыда шошып кетіп, кейін анықтап қараса, көйлегі жыртылып, денесі жалаңаш, шаштары қобырап жатқан мұңлықты таниды. Содан жан ұшыра айқайлап ауылға жетіп, полиция шақырып, гараж маңы адамға толады. Мұңлықтың денесін қалаға алып кетіп, сараптама жасатқанда, зорлық көріп, мойнынан қылқындырып, саусақ іздері табылып, зорлық-зомбылық көргені анықталады. Мұңлықты көрген әкесі сол жерде теңселіп кетті. Ал анасы есін жимаған, не болғанын да түсінбейді. Сол баяғысынша айқайлап, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, біресе күліп, біресе жылап есі ауып қалды. Содан ауыл дүрлігіп, полиция тергеу жұмыстарын жүргізіп, күдікті деп танылған ауылдарға, армияға бармаған мұңлықтың әкесінің бөтелкелес екі досын ұстап алыпты. Осы кезде педофил дегендердің қандай адамдар екенін алғаш түсінген болатынмын. Сөйтіп әлгі екеуі бірнеше жылға сотталып кете барды. Мұңлықтың осындай жолмен өлім құшқанына сене алмай, біраз уақытқа дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Бұл оқиға көпке дейін ел аузында басылмады. Менің естуімше әлгі екеуі мұңлықтың әжесі қайтыс болғаннан кейін оны бірінші рет емес, бірнеше рет зорлаған екен. Алайда мұны ешкім байқамаған, білмеген. Бұл отбасы 2 күннің бірінде ішетін. Үйлеріне осы ауылдағы ащы суға құмарлардың бірі келіп, бірі кетіп жататын. Әкесі мен шешесі күнде бір-бірімен қырылысып жататын. Оларға көршілердің көзі үйреніп кеткен. Сол бөтелкелес достары кешқұрын әдейі арақ алып келіп, мұңлықтың әке-шешесін араққа тойғызып, қыздарын зорлап кетіп жүрген екен. Соңғы рет ішімдікке тойып алып, ауыл маңындағы гаражға барып ойларына келгенін істеп, буындырып өлтіріп кетіпті. Мұңлық бұл кезде 6 сыныпта оқитын. Есімін де неге мұңлық деп қойғандарын, сол атына сай бала өмірі қайғы мен мұңға толы, өмірден еш жақсылық көрмей, періште мұңлық мына қатыгез жалған дүниеден өтіп кетті. Мұңлықтың мұңға толы мөлтілдеген жанары санамда мәңгіге сақталып қалды. Кейін мен мектепті бітіріп, Алматы қаласына жоғарғы оқу орнына түсіп кетіп қалдым. Арада біршама уақыт өткен соң, сол ауылға барғанымда үйдегілерден мұңлықтың әке-шешесінен де бақилық болғанын естідім. Қызының өлімінен кейін әкесі қара қатын пышақтап өлтіріп, өзі асылып қалып қайтыс болған екен. Мұны естігенде төбе шашым тік тұрды. Бір отбасы осылай ащы судың кесірінен айналдырған 1 жылдың ішінде ізі де қалмады. Ауылға барған сайын олардың қаңырап бос қалған үйлеріне қарап, періште мұңлықтың бейнесі
көз алдыма келе береді. Мен оқуымда аяқтайтын шағымда әкем науқастанып қайтыс болды. Сонан кейін шешемізді Алматыға көшіріп алдық. Бауырларымның барлығы осында тұратын. Сөйтіп ауылмен қатынасымыз үзілді. Арада қаншама жыл өтсе де, осы оқиға жадымда қала берді. Бейкүнә мұңлықтың бейнесі көз алдымнан кетпейді. Құрметті менің оқырмандарым, әңгімелерім ұнап жатса, тіркеліп қолдау көрсетіп отыруларыңызды сұраймын.